Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, тез дайындалатын және оңай песочный қамырдан жасалынатын самсаның рецептін ұсынамын. Менімен бірге дайындаңыздар және де каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнның үстіне тұз саламын да, бір жұмыртқа салып, зәйтүн майын құямын және бөлме температурасындағы сары майды салып, барлығын араластырамын. Қатпарлы қамырды, яғни слоеный тесто мен песочный тестоның айырмашылығы осында болып табылады. Енді үстіне салқын судан кішкене ғана құямын да, толықтай жұмсақ етіп қамыр илеймін. Көп су құюдың қажеті жоқ. Осылайша барлық қамырды біріктіремін де илеймін және столға осылайша 5 минут аралығында осылай ысқылап шығамын. Содан кейін қамыр бізде барлығы бірігіп шыққанда тоңазытқышқа 30 минутқа демалдырып қоямын. Оған дейін ішіне салмасын саламын. Салмасында менде тауықтың еті және пияз, картоп, тұз, қара бұрыш септім. Барлығын толықтай араластырдым. Салмасы дайын болды. Енді шетке қойып қоямын да, жаңағы қамырымызды дайындайтын боламын. Қамырды 2 бөлікке бөлемін және кішкентай бөліктерге кесіп шығамын. Осылайша кішкене бөліктерге кесіп алып, кішкентай оқтаудың көмегімен дөңгелекше етіп жайып шығамын. Ішіне 1 қасық салмадан сала отырып, 2 шет жақтарынан бірін-біріне бекітемін. Және шет жақтарынан бастап, бекітілгеннің шетінен бастаймын да, осылай өру тәріздес етіп қысамын. Самсаларымызды осылайша барлығын дайындап қоямын. Қатпарлы самсаның менде рецепті YouTube каналымда бар. Сіздерге сілтемесін описание бөліміне жазып қоямын. Сол видеомен осы рецепті екеуін салыстырып көрсеңіздер болады. Енді бір жұмыртқаның сарысының үстіне сливки құямын. Сливки болмаса сүт құюға да болады. Кішкене ғана сүтті құямын да, осылай барлығына жағып шығамын. Осы жерде пешті 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар да болады. Сәндік үшін бетіне кунжут, мак сепсеңіздер де болады. Менің жағдайымда кунжутты қолдандым. Барлығының үстіне кішкенеден ғана сеуіп шықтым. Содан кейін пешке жіберемін. Менің пешімде 180 градуста 35-30 минут ұстадым. Беті қызарғанға дейін ғана ұстадым. Сіздер өз пештеріңізге қарай қадағалаңыздар. Осымен біздің самсамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және де тез дайындалады. Менімен бірге дайындап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар және де ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерде барлығы болады. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.